Жыл басы, ертегі. Бұрынғыдан қалған сөздер бойынша хайуандар жылбасы болуға дауласады. Сонда жылқы былай дейді: мен адам үстіме мінсе, алысын жақын етемін. Менің күшімді көреді, сүтімді ішеді, тіпті қылымды арқан, жіп етеді. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтты: сен адамның жұмысын жасайсың, бірақ орнына арпа, сұлы, шөп асайсың. Тамағың үшін құл болдың. Ал мына мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жолдарға барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға мен лайықпын дейді. Сиыр айтты: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді де ішеді, құрт май жасайды дейді. Сол кезде қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді, жүнімді алып киіз істейді, жабағыммен киіз тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен құрт май алады дейді. Ит айтты: мен болмасам сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Сендердің баршаларыңның мен бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп абалап, иеме хабар айтамын дейді. Сол кезде тауық айтады: мен болмасам кісі ерте тұрып жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып шақырып хабар айтамын, таң атты деп айқайлаймын. Көп отырса жұмысыңнан қаларсың, жатар уақыт болды деп айтамын дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да бір түрлі қулық ойлап жиылған көпке айтты: бұл таласқамен еш нәрсе өнбес. Күнді қарап тұралықта кім бұрын көрсе, сол жылбасы болсын дейді. Түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап, бәрі қарап тұрады. Біраздан соң сол тышқан жоғарлатып түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Мұнан соң күнді бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жылбасы болған екен. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалды деген сөз осыдан екен.